Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен түрік тағамы маклюбе жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттарды астына жазып қалдырамын. Етімізді осылай майдалау етіп турап аламыз. Сәбізді де осылай дөңгелек етіп тураймыз. Картопты да осылай дөңгелек етіп тураймыз. Баклажанымызды да осылай дөңгелек етіп турап аламыз. Табамызды қыздырып, азғантай май құйып, етімізді қуырамыз. Және де етімізге азғантай тұз салып, бұрыш салып, жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Келесі кезек біз картошкамызды майға салып қуырамыз. Қып-қызыл болып шыққанға шейін қуырып аламыз. Осылай сәбізімізді қуырамыз. Сосын баклажанымызды да қуырып аламыз. Табамызға азғантай май құйып, күрішімізді қуырамыз. Шамамен 5-10 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай азғантай тұз саламыз. Келесі кезек біз енді жинайтын боламыз. Астына пиязымызды салып, оның үстіне етімізді саламыз. Келесі біз картошкаларымызды саламыз. Және де салғаннан кейін үстін басып тығыздайтын боламыз. Және де азғантай тұз саламыз. Келесі біз сәбізімізді саламыз. Және де азғантай тұз салып, жақсылап нығыздаймыз. Келесі біз баклажанымызды саламыз. Тұз сеуіп, кішкене тағы да нығыздап шығамыз. Соңынан біз күріш саламыз. Күрішімізді де жақсылап тығыздаймыз. Күшімізді салып тұрып тығыздайтын боламыз. Келесі кезек ыстық қайнап тұрған су құямыз. Суымыз біздің 1 сантиметр күріштен биік болу керек. Және де су бұрқ етіп бір қайнаған соң оттың астын түсіреміз. Салатты өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Міне біздің маклюбеміз дайын болды. Шамамен мен отта 40 минуттай ұстадым. Ыдысынан түсіріп салатын боламыз. Мен айран құйған жоқпын, себебі біздің үйде айран қоспайтын кісілер бар. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет түрік тағамы. Және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, пікір қалдырып, лайк басыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.